Мұхтар Әуезов, жетім, әңгіме. Жаз ортасының қоңыр кеші. Ұлытаудың бөктерінде кештің қоңыр салқын желі еседі. Күн батып, ымырт жабылып барады. Күн батысты қалың қара бұлт басқан. Айналада күңгір тартқан төбелер қоңырқай тартып, түн тыныштығына қарай бойынсұнған сияқты. Сондай жүдеп сарылған төбелердің арасымен үш салт атты келе жатыр еді. Бұлардың беті қалың таудың іші. Күн батыста алыста жауын бар еді. Сол алыста күн күркіреп жатты. Анда-санда көкжиектің тұсында күн жарқылдап тұр. Бұлт қалың, жарқылдағы күшті еді. Қара барқын тартып, қараңғылана бастаған аспанда түксиген қатал қабақ. Құлазып жүдеген иесіздік білінгендей. Үлкен жарықтың өшер алдында бір сөніп, бір лап етіп жанғандай. Күн батыста жарқ еткен нажағай жарығымен күңгірт даланы әлденеге үміттендіріп тұрған сияқты. Тау бөктеріндегі қоңыр жел ақырындап, бұралап соғып, салбыраған шерлі күйді қозғағандай болады. Табиғат салқын түсте болса да, сұлу тілді сүйгендей, іздегендей еді. Мәңгі мұңлы шермен үзіліп-үзіліп соққан желмен бірге жүректі ақырын-ақырын шымшығандай еді. Сол кезде иесіздікте жүдеу тартып, ұйқыға батып бара жатқан даланы әнші жігіттің зар мұңлы даусы ұзақ толқынды ырғағымен тербеткендей болды. Ән салқын түсті. Табиғат ортасында желікті қызықты еске түсірмей, ұлы бір сабырды еске түсіргендей. Ән салған жігіттер табиғатпен жалғасатын тіл тапқандай боп, кейде баяулап қоңырлатқан, кейде шырқыраған сұлу әнмен түн құшағына кіріп келе жатты. Бұл минутте адамның әні де алыста, күркіреген күндей, үзіліп соққан бөктердің желіндей табиғаттың өзінен шыққан бір қуат сияқты еді. Бойды табиғат қуатындай болып, тоңазытып, көңілді жүз толқытатын қуаты бар еді. Ән кейде батқан күнмен бейуаққа қоштастырған үн сияқты. Бұл жігіттер иесіз таудың ішімен түнде жүріп, өтпек болып, тау сыртындағы елді бетіне алып, жалғыз аяқ жолмен түн қатып келе жатыр еді. Осы кезде осы таудың сыртында жігіттер келе жатқан жақты бетіне алып, жалғыз жаяу бала келе жатты. Жол үстінде ымырт жабылып, қас қарайған шақта жалғыз келе жатқан баланың ойында үлкен мұң, қабағында қалың қайғы бар. Табиғат балаға қатал, суық көрінеді. Жан жақта жүдеу тартып, жұмырланған бос төбелер қайғылы сырымен, дүние шерімен сазарғандай. Бетіндегі ақ көде сары селеуді сүйретіліп, сумаңдап соққан түн желі желпи қозғап сілкініп тұр. Қарауытқан көлеңкелі сайлар қара түннің қараңғы сырын бауырына жиып, әлденеге сақтап тұрғандай болады. Белгісіз тұңғиық жүрегін жаныштады. Әрі салқын, әрі қорқынышты күйді есіне түсіргендей болады. Жүрегін қорқыныш басып, жалғыздық жеп келе жатқан баланы не бастап келеді? Жеті түнде айдап шыққан айдаушы кім? Айдаушы сол баланың тағдыры еді. 10 жасар Қасымның бұдан бір жыл бұрын кәрі анасы өліп еді. Одан жарты жыл бұрын өзі туған әке-шешесі өлген. Өз әке-шешесі өлгенде Қасымның сүйінші болып қалған кәрі әжесі бар еді. Қасымның кішкентай әлсіз басы тағдырдың бұның басына қатерлік, келерлік барлық соққысын түгелімен көріп шыққан. Алдыңғы өлімнен кейін жарты жыл өткенде кәрі әжесі өліп еді. Бұрынғы бала бұрын еркелікпен жылайтын. Қасым әжесі өлген күні шын қайғымен жылап еді. Басына аспан құлағандай уайымды сол күн көрініп еді. Жақын жанашыр туысқаны жоқ болса да, маңайындағы ел әжесінің өлігін үйден алып шығарда, кішкентай Қасым үлкейген кексе кісі айтатын зардың бәрін айтып, шешесінің үстіне жығылып, айрылғысы келмей құшақтап, әжетай, мені кімге тастап кеттің? Мені неге ала кетпедің? Менің қаңғып қалғаным ба? Менің шынымен сорлы, шынымен жетім болғаным ба? Деп зарлағанда, елдің сай-сүйегін босатып, кәрі жастың жүрегін ерткен болатын. Қасымға өзге өліктің бәрінен әжесінің өлігі батып еді. Әжесі демі үзілген минутіне шейін қарсы алдында аяқ жағына Қасымды отырғызып қойып, содан көзін алмай жатып үзілген. Кәрі кеудесінен жаны шыққанша, Қасымға ендігі қайғының қаншалық ауыр болатынын біліп, бұның сорлы болған пішінін көруге өзінің көзі шыдамай, есіркеп, барлық күшін жиып, езу тартып күлген сияқтанып жатып еді.
сонда өмірді тілесе Қасым ержеткенше деп тілеген. Құлынымның бұғанасы қатқанша рахмет, сорлы қылып қақсатпа, залатпа, көрде мені күңретпе деп тілеп еді. Әжесі осы тілектің үстінде өліп еді. Қасым сол күнгі жылауынан бастап үлкен кісідей қайғыға, қаралы күйге түсті. Шешесін жоқтап жылағанда елжіреп сүйген атасы, өз әке-шешесі түгелімен көз алдында келіп елестеп, кешегі жылы ұяны көз алдына әкеп тұрғандай болушы еді. Қасым бәрінің де атын атап шақырып, кішкене ақ таяққа сүйеніп тұрып, жалғыз өзі оңашаға кетіп, зарланып жылаушы еді. Қасым ұйықтаса, бақытқа жеткендей болып, өзін алдына алып сүйіп уатып, көзін сүртіп жүрген әке-шешелерін көруші еді. Бәрі де біз тіріліп келдік, енді өлмейміз. Сен қорғансыз емессің, сен жыламайсың, сенің көз жасың бізді қайта алып келді деуші еді. Қасым түсінде еркелеп, әжесінің төсін иіскеп, мені неге жылаттың деп өкпе айтатын. Ояна келсе көргені түс болса да, Қасымның көңілі солардың өлгеніне көпке шейін сенбей жүрді. Белгісізден солардан хабар әкелуші бардай, не болмаса біреуі келетіндей көңіл қиялын сол ой билейді. Бірақ күндер өтті. Қасым жетім болды. Жетімдік бұған өзін барлық суық пішінде емін-еркін танытты. Қатал тағдыр мықты қолымен қатты ұстады. Күннен күнге өткен сайын әжесі келмейтін болып алыстай бастады. Оның бейіті Ұлытаудың бөктерінде алыста қалды. Ауыл тау асып көшіп кетті. Әжесі тірі болған күн Қасымның көңілінен сұлу сағымдай, жазғытұрғы мамық түсті, бұлттай болып қайта оралмастай боп жоғала бастады. Әжесінің мұны уатып айтатын ертегісі кешкі мезілде алдына алып, көпісіне орап отырып, тербетіп айтатын сезімді қоңыр әні де жоғалды, өшті. Қасымның үміті жарық күні де батты. Әжесі өткен соң жақынымын деп, жаны ашыған ие болып шығып, Иса деген ағайыны Қасымды қолына алды. Қасымның әке-шешесінен 30 шақты қой, 10 шақты қара қалып еді. Исаға Қасымның малын берерде жұрт, жетімнің малына қиянат қылма, өзін адам қыл, күт, асыра, жылатпа деп тапсырған болып беріп еді. Исаның балалары көп, малы жоққа жақын кедей болатын. Ұрысқақ толы қатыны Қадиша мен Иса Қасымды алғашқы қолына кіргізіп, алысымен малды өз малындай, өз мүлкіндей баурай бастады. Түнде ел жатқанда жетім қозыдай тас бауыр болып қалған Қасым, жат ұяда ұйықтай алмай, көрпенің астында үндемей жылап жатқанда Иса мен Қадишаның әңгімесін естіп еді. Сонда олар Қасыммен бірге келген малдың санын асынып, әрқайсысының түсін атап, әне бір көк саулықпен қарабас қойда соғымға жібереміз. Қасқа сиырды сатып, үй ішіне балашаға саудагермен бұл аламыз, деп ашыққа салып кеңесіп жатты. Қасымның көрпе астында жылап жатып, мұрнын тартып дыбыс бергені де оларды бұрынғы әңгімеден тиған жоқ еді. Қасым осы түннен бастап бар қайғыны ішіне жия бастады. Маңайындағы көрші қатындар, сенімсіз топас шалдар, бала, малыңа ие болуға жарамайсың. Әй, сені Иса жейді ғой, сенің малыңды құртады ғой, ие бол, деген сөздерді айтқыштап қоятын. Қасым сөйлеп, орынды сөз айтып жеңе алмайды, бірақ көңіліне жетімдік, әлсіздік қайғысы зіл қара тастай орнап қалды. Аз заман өткенде бұрынғы толық ажарлы Қасым әппақ болып қуарып жүдеп, ылғи қабағы түйіліп, қайғы сызымен түксиіп алды. Жалғыздық, сорлық кебін барлық пішінімен білдіретін болып еді. Бұрынғы кішкене әлсіз ойымен нобайын сезіп, қорқып күткен суық күн Қасымның басын күннен күнге суық қолын созып, жақындап келе жатты. Қасымның малы ұстала бастады. Мен жетім емес пе? Менің малыма тигенің обал емес пе? Деп жылап айтқан. Жұрттан ұғынған сөзі әсер бермейтін болды. Көк саулықтың мойыннан құшақтап жабысқан жолында Иса мен Қадишадан қабат таяқ жеді. Жылаған сайын тамақ бермейтін болды. Алғашқы қайғылы күндегі Қасымның қадірі де ұзақ болған жоқ еді. 2-3 күннен соң Иса мен Қадишаның сезім дегенді білмейтін күн болған көңілдері бұрынғы таз қалпына келіп еді. Олардың балалары бірінен бірі ерке болып шығып, Қасым қара берісте қалатын болды. Қасымға таласа тармаса күн көру керек болды. Мал ұстағалы басында қайғыртып жылатып,
кішкене сорлы жетімнің ішіне у болып жиналып жүрсе де, әрберден соң ол қайғы бір бөлек қалды. Енді Қасым тамақты да жөндеп іше алмайтын болды. Жыламаса, әке-шешесі бар балалардан кезек түймейді. Оның үстіне олардың ерегісінен таяқта жей бастады. Қасымға бұдан соңғы бір қайғы болып, малды қарастыру, қозы бағу шықты. Аздан соң өзге балалар Тілазар, Кәпір бармайды деген атпен құтылып қалатын болып, Иса мен Қадишаның бейілді қабағына ырза болатын күйге келген Қасым тезек теретін болды. Малдан кешке келіп, сүрініп жығылғанда болмаса, Қасымға бостандық, еркіншілік жоқ еді. Кейде Иса өз балаларын, олардың малы жоқ, малдың иесі Қасым деп қойып, олардың еріншектігіне өзі құрық беріп, Қасымның бишаралығын ашық арамдықпен қақпай қылып та қояды. Бұл хәлдің барлығы сорлы жетім көңілінде күннен күнге өткен сайын арылмастай үлкен у болып жиналып жүрді. Қасым енді барлық өзіне қарсы арналған арамдық, өгейлік қылықпен, кәпірстан мінезді, қабақтан жарты сөзден ұғатын болды. Тұрған ауылында бір адамнан мейірімді мінез көрмеген соң ешбір жанмен сөйлеспейді. Күз күніндей жабырқап жүдеп, қабағы қатқан қайғыда. Сырт пішіні момын сияқтанады, бірақ ішіне ылғи жетімсіреген жалғыздықпен бірге дүниеге сенімсіздік, ешкімге жуымайтын жат бауырлық нығайып орнай бастады. Бұл мінез өсіп, күшейіп, ішіне мұздай болып қатқан сайын Қасым ашулы болып, қаны бұзыла бастады. Оның үстіне үнемі аштық, күтімсіздік, ауыр жұмыс қосылып, ойын шатастыра берді. Әжесі өлген соң көңілінде бір күн тірлігіне сүйсінгендей ашық күн болған жоқ. Кішкентай Қасымның түсі де, көңілі де қартайып жүдеп барады. Бір уақытта Қадишаның қолы үйреніп алған таяғы күннен күнге жетім ит, жаман неме деп көзге шұқып жиі-жиі тие бастады. Бүгінгі Қасым жалғыз келе жатқан. Түннің алдында таңертеңнен кешке шейін Иса мен Қадиша бұны үйіне жолатпай ауылдан қуып жіберіп сабап еді. Ақырғы рет кеш алдында күні бойы жылаумен үздігіп әлі біткен Қасым жетімектің барлық сорлығына бойынсынған пішінмен Исаның үйін жағалап келе жатыр еді. Жаутаңдаған көзімен жылы шырай іздеп келе жатқанда алдында бұрынғыдай зәрленіп тұрған Исаны көрді. Иса бұған «Сен қарсы келдің» деген зілмен тағы да ұрмақшы болып қарсы жүгірді. Сол уақытта Қасым жаны күйіп шыдай алмай жылап жүріп сөйлеп, «Мені Құдай сорлы қылғандай не жазып едім? Неңді жеп едім? Жазығым қуарып қалған жетімдігім бе?» деп жерге жатқан үлкен тасты ала салып, төніп келіп қалған Исаны тізесінен періп кеп жіберіп, далаға қарай қаша жөнеліп еді. Иса аузына келгенін айтып боқтап, аяғы мертігіп, бақ етіп отырып қалды. Қасым сол бетімен тас лақтырып, қуған балаларға жеткізбей, үлкен тауға қарай жөнеліп еді. Ауылға енді қайта бара алмайтын біліп, зарлап еңіреп, әжесі мен атасының атын атап шақырып келе жатқанда, бұрыннан ойлап жүрген бір көмескі ниеті есіне түсті. Ол ниеті ел жайлаудан қайта оралып, қыстауға таман жақындаған соң, сол қыстау маңында зираты бар әке-шешелерінің басына бармақшы еді. Олардың басына мал сойып апарып, Құран оқытамын дегенде, алдында Иса мен Қадиша ұрсып, қабыл алмай, малды сойғызбай қойған. Қазіргі Қасымның ойы енді баратын қорған жоқ болғандықтан, сол қораға барып, сол маңайда қалған жатақтарға жетіп, тау бөктеріндегі әке-шешелерінің басына барып, қабырын құшақтап жылау еді. Тау асатын жолда жалғыз келе жатқан, зар еңіреген жетім бала Қасымды алып келе жатқан хал осы. Қасым жүгіре бастады. Шошынған қабақпен алды артына қарай береді. Жетім көзі белгісіз бірдемені күткендей болады. Пайдасыз күту. Ішінен қатты қорқып келе жатса да, көзіне көрінер тірі жан жоқ. Қап қараңғы түн болды. Қасым тау ішінде келе жатыр. Бұдан кешірек күнде көп естіген қараңғы сорлы әңгімелер болушы еді. Түнде кездесетін жын шайтандар, қара түндей жалмауыздар, сау адамды қағып кететін перілер, бұлардың талай рет түн жүргіншілерін шошытқан, жындандырған. Көзіне көрініп елестеген әңгімелері кішкентай Қасымның көңіліне әбден қонып,
онсыз да науқасты әлсіз қиялында мықты орын алып қалған. Бұл уақытқа шейін Қасымды қайғы, жалғызсыздық, ашу жетелеп, дедектетіп келіп еді. Бұдан бұрын қайта қайту Исаның пішінін көруден де өлімді таңдап алатындай еді. Сол күні қорқынышты ойлатпай алып кетіп еді. Қазіргі уақытта қараңғы түннің қара желі қатайып, түн түсі суи бастаған сайын Қасымның жүрегі қалтырап, шошынып, елеңдеп келе жатты. Оның үстіне алыстағы бұлт жиі-жиі күркіреп, күн жарқылдайды. Түнгі тау қара жартас алыстан перілер мекеніндей болып жарқ етіп, қайта қараңғылыққа батып жоғалады. Түн қараңғылығы жалт еткен жарықты тездетіп, жалмауыздай басып қалады. Таудың қараңғы сырлы сайлары, жартастың қалың көлеңке басқан қара күйедей тұңғиық қап-қара беттері түндегі таудың қараңғы пәлелерін ішіне бүгіп жиып тұрғандай көрінеді. Тоғайда да, қалың жапырақтың арасында да қара бірдеме жасырынып әлденені күтіп тұрғандай. Әрбір түптің астынан қара түннің тұңғиық, суық, терең, қара көздері мың-сан болып қадалып қарап тұрғандай. Биік тау, мықты қара жартас, бұралған тоғай мен майысқан шалғын барлығы да түн мезгілінде Қасымның көзіне жан болып кеткендей көрінеді. Тас қабақты, жұлдыз көзді, түндей қара түсті қара кемпір тау ішін құйындай құтырып кезіп жүргендей. Қара желімен әпсін оқып, үшкіріп тұрғандай. Дүниені тас қып, қатырып, тылсым буғандай. Түн тыныштығын ұйқылы қанатын жалпылдатып, қағып ұшқан жалғыз ғана қарақұс бұзады. Сондықтан оның атын жынды құс қойған. Осы сияқты ауыр мезгілде Қасымды тау ішінде жетімдік қайғысы жан ұшыратып алып келе жатты. Бір мезгілде Қасым қорқып дірілдеген жүрекпен маңайына жалтаңдап әр нәрседен үркіп келе жатқанда күн жарқ етті. Сол уақытта жол жиегіндегі бір кішкене тоғайға келіп қалып еді. Оқыста көзін жұмдырып, шошытып қалған жарықтың ішінде Қасым көз алдынан елбеңдеп жөнелген бір нәрсенің түсін шалып қалды. Шошынып, өне бойы мұздап, жүрегі лөпілдеп соғып кетті. Бұл кеткен сол тоғай ішінен ұшқан жынды құс еді. Бірақ Қасымға ол көптен күткен қараңғы, сырлы күшті қуаттың бірі болып көрінді. Сол кезде Қасымды шешесінің қабырына қарай тартқан жетім жүрек өзге денесінің іркілейін дегеніне ерік бермей ілгері дедектетіп алып жүріп кетті. Бірақ бұл уақыттағы серігі кім? Періште дегені осы ма? Әлде жын ба? Әйтеуір енді алдында бұлдырлап, елестеп жүгіргендей болып, елбеңдеген бір нәрсе жолын бастап келе жатқан сияқты. Қасым бір уақыт кісі екен деп ес көргендей болып еді, артынан шоши бастады. Жүрегі сенімсіздік қауіпімен тағы лүпілдеп соқты. Ақырын жүріп, кейіндегісі келді. Бір мезгілде бетіне құтырып, ысқырып келіп, ұйытқыған бір құйын соққандай болды. Жасқанып көзін жұмды. Қайта ашша, қара түнде оттай жанған алакөз ашумен түксиіп қарап тұр. Алдында тісі ақсиған ұзын бойлы, қолында ұзын қара пышағы бар қара кісі тұр екен. Даланың жыны осы ғой деп ойлай беріп еді, анау Қасымға әмірлі дауыспен ақырып, артынан еріп жүр. Әлсіз денеңнің шашап талғанына қарама, аяғыңа кірген тікенге жырған тасқа қарама, өліп қалсаң да артынан еріп отыр, деп жүріп кетті. Әлсіз жетім, ағатай, жетіммін, дей беріп еді, алакөз қайта жарқ еткенде артынан жүгіріп кетті. Қасым өкпесі үзілгенше ентігіп жүгіріп отырды. Көз ұшына жоғалып кетті. Түн ортасы болған кезде таудың осы мөлшеріне бөктерде келе жатқан үш жігіт жетті. Бұлар аяңшыл аттардың екпінімен тастық жолды тықырлатып, таудың сала-саласын бір құлап, бір өрлеп, жолды қуалап келе жатыр еді. Ұзақ жол жалықтырып, түн ұйқысы жеңе бастаған жүргіншілер бірінің артына бірі түсіп, тізіліп келе жатқан. Бір уақытта бір тоғайдың тұсына келгенде аттары осқырынып, ішін тартып, тоғайға қадалып жүрмей үркіп тұрып алды. Сол уақытта жаңбыр бұлтты тауға таман жақындап, жел қатаңдап, күннің күркірегені жиілеп тұр еді. Күн әдетінше жарқ етті. Сонда үш жолаушы
алдарындағы ағашқа сүйеніп жығылып қатып тұрған баланы көрді. Басында бұлар шошып, аттары да үркіп атып кетсе де, артынан оралып дыбыстап әлгі жерге қайта келді. Бұлардың көп айқайына ешкім дыбыс бермеді. Аздан соң аттан түсіп, қасына келіп қараса, жыртық киімді, өңі құп-қу болып, қаннан айырылып жүдеген 10-11 жасар бала екен. Ол өлік, бірақ денесі әлі түгел мұздап та болған жоқ екен.